Уақыт зымырап жатыр дейміз. Сіздерге уақыттың берекесі туралы бір нәрсе айтайын. Уақытқа қатысты кішігірім құпиямен бөлісейін. Ол нәрседен өзім пайда алдым. Егер сіз білім, ғылым үйреніп жүрсеңіз, көп уақытыңызды білімге арнасаңыз, жақсы ниетпен күндіз-түні кітаптар оқитын болсаңыз, немесе қатты дайындалмайтын болсаңыз, бар зейініңізді салып оқи алмасаңыз, не істеуіміз керек? Біз уақытымызды Алла Тағала үшін арнауымыз керек. Яғни 5 уақыт намазымызды оқимыз. Ол бізді қуаттандырып отырады. Рухани байланысымызды сақтайды. Рухани байланыс дегеніміз өте маңызды. Бір имам былай деген: егер сен өте зерек, ақылды болсаң, есте жаттау қабілетің өте жақсы болса, саған мейірімді және жұмсақ жүрек керек. Басындағы ақылдылықты тепе-теңдікте сақтауын үшін. Ол болмаса, ақылын тәкаппарлыққа апарады. Осыны ойлаңыз. Кейбіреуміз дәлізде жүрген кезімізде, мен ең үздікпін, мен бәрінен де артық білемін, деп тәкаппарланып өтеміз. Егер жүрегімізде жұмсақтық, кішіпейілдік болмаса, онда теңдік болмайды. Сіз миыңыз бен жүрегіңізді тепе-теңдікте ұстауыңыз керек. Бұл аса маңызды. Осыны үйрену үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ізгілердің ақлақ мінезін үйренуіміз қажет. Сондай-ақ Алланы еске алып зікір жасауымыз керек. Сіздерге мысал келтірейін. Біздің медреседе бір оқушы болды. Өте үлкен ыждахаттылықпен сабақ оқитын. Футболда ешқандай ойын ойнамайтын. Әрдайым сабақ оқып отыратын. Өте ақылды жігіт еді. Күні-түні оқитын. Біздің медреседе Алланы еске алу жиындары, зікір жиындары болатын. Ол жігіт осы зікір жиындарына қатыспайтын. Мен бұған қатыспаймын, себебі жарты сағатымды бұған құртқанша бір нәрсені оқығаным, үйренгенім жақсы дейтін. Білімге толығымен берілген алғыр оқушы. Бір күні ол сол жиынға барып көреді. Жиынға қатысып көруге келеді. Ол жарты сағаттай уақытын Алланы зікір жасауға арнайды. Жарты сағат уақытын қатты бағалайтын жігітке бұл үлкен іс. Бүгінгілерге жарты сағат интернетке кірме десек қалай қиналады, білесіздер ғой, солай ма? Сөйтіп ол жігіт бір нәрсені байқайды. Аптаның келесі күндерде келіп жиынға қатыса бастайды. Жиынға қатысқан күндері көп нәрсеге үлгеретінін байқайды. Басқа шаруаларға да үлгереді. Өзіме келетін болсақ, мен оқуымды аяқтағаннан кейін Калифорнияда мешіт имамы болған кезімде уақытымның берекесіздігін байқадым. Күнім зуылдап өтетін. Хадистегі қиямет күні жақындағандағы уақыт баяндалғандай өтетін. Мен ұстаздарымның біріне хабарластым. Кейін ол маған: тыңда, уақыт Алланың қолында. Көп нәрсені үлгеруін, немесе аз нәрсеге үлгеруін Алланың қолындағы нәрсе. Аллаға уақытыңды арна, Алла саған уақыттың есігін ашады, деді. Осы сөздерді көкелеріңізге тоқып алыңыздар. Бұл керемет нәрсе. Егер Аллаға уақытыңызды бөлсеңіз, Алланы зікір жасасаңыз, кейін берекені көресіз. Бұл қалай сонда десеңіз, имам Ғазали, ол 55 жасында дүниеден өтті. Бүгінгі күні әлемге әйгілі, аты көп аталатын Бағдат пен Тус қалаларының, қазіргі Иранның ұлы ғалымы. Әрдайым ол кісіні еске алғанда Алла оны жарылқасын дейміз. Ол істеген үлкен еңбектері үшін исламның құжаты атанған. Имам Науауиге қараңызшы. Имам Науауиді танымайтын адам бар ма? Ол 40 жас шамасында дүниеден өтті. Ол Риядус Солихиннің авторы. Ол Сахих Муслимге шарх жазған. 40 жасында дүниеден өткенде артында ірі еңбектер қалдырған. Басқа да көптеген мысалдар келтіре берсек болады. Омар ибн Абдул-Азиз, танымал халиф. Ол кісі де керемет өнеге. Ол кісі 40-50 жас шамасында дүниеден өткен. Өмірлері қысқа болса да, Алла Тағала оларды көп нәрсеге үлгертті. Себебі уақыт Алланың қолында. Уақытыңызды пайдасыз өткізсеңіз, уақыт зымырап өте шығады, еш нәрсеге үлгермейсіз. Сондай-ақ күнә істейтін болсаңыз, уақытыңыз тіпті ұшады. Ал егер Алланы еске алуға уақыт бөлсеңіз, уақытыңызға береке дарып, көп нәрсеге үлгересіз.